Ләтипа Құрманайқызы, Қайран елім, 11 бөлім. Өткен айда аудандық партия комитетінде Раджыбаевтың кең кабинетінде таңертеңгі сағат 10-да тағы бір бюро басталды. Артельдің басшылары, бастауыш партия ұйымының хатшылары, ферма бастығы, жылқышылар жиылды. Бірінші мал қыстатуға әзірлік, екінші маңқа жылқыларды жою. Бірде-бір жылқы ауру емес, маңқа деген жапқан жала. Аудандық советтің председателі Ақболат Мырзабековтің Болғанбайды қатыстыра отырып бюро мүшелері бар, мақсаты жылқылардың көзін жою еді. Тау іші тыныш. Сайдағы өзеннің сары естіледі. Беткейдегі қабырға жолмен салт атты ер адам көрінеді. Ол асықпай келе жатты. Үстінде қоңыр шебарқыт бешпенті, аяғында қонышы, тізесіне жеткен былғар етік, басында ақ қозының жүнінен басқан қоңыр жиекті ақ айыр қалпақ. Аттың бойына биік шалғының ішіне түсті де көрінбей кетті. Сайда жабайы алма, өрік, алша, қарақат, иір, бұтақты емен, ақ қайың, беткейде жайыла өскен жасыл арша, алуан түрлі өсімдіктер көз сүріндіреді. Солқылдаған қымыздық, саумалдық рауғаш өз алдына. Құрман жалғыз аяқ соқпақпен сыдырта желіп келеді. Байгөктің сауырына сырлы тостағымен су қойсаң да төгілер емес. Ол Байгөктің басын тежеді де айналаға көз тастады. Көгілдір шыңдар мұнартады. Бауыры жап-жасыл, ойдым-ойдым қарағайлар тұнып тұрды. Беткейдегі жылқылар өзенге қарай құлдилаған. Алдыңғы үйірді бастаған ақ боз айғыр көрінеді. Төскейді бытырай жайылған көп жылқылар киік оты мен теңге жапырақты сүйсіне жеп тояттаған жануарлар өзенге жетіп жусамақ. Сайға түскен көп жылқы күркіреген өзенге ағысқа қарай жүріп барады. Тұнығына бас қойды. Құрман жылқылардан көз айырмай қадалып қарап қалған. Оның жүрегін шерлі сезім биледі. Шіркін дүние, мінсең қанат, ішсең қош иісі аңқыған қымыз, жесең жал-жая қазы қарта, сезімтал қамбар ата, сенен артық мал бар ма екен? Жібек жал ер серігі тұлпармай, кісінеген даусыңнан өзі әсем ғой. Мөлтілдеп иесіне қарайтынын қайтерсің? Шөптің құнарлысын таңдап жейсің. Суды кешіп барып, мөлдірінен ішесің. Таудың өзін сәндендіріп тұрған жоқсың ба? Мал атаулының сезімдал ақылдысы. Ата-бабалардың қанаты. Тау мен даланың көркі, жаугершілік жылдары тұяғыңнан от шашып, батырларға серік болдың. Батыр ұлдарымыз елін, алтын бесік жерін жаудан қорғады. Сырттан шабуылдаған дұшпанын жеңіп, ұрпақ өсіруде сенің үлесің бар. Бабалардың қалдырған мол мұрасының бірі өзің едің. Асыл тектім ай. Енді өзіңе қауіп төнгел тұр. Ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетпесең жарар еді. Шуылдаған көп құлдар ақылды аздырды. Байгөк тып-тыныш еді. Бір пәлені сеземе қамыс құлағын тікшетіп, алдыңғы оң аяғымен жерді шегіп қойды. Құрманның жасаураған көздері қияға қарайды. Ер үстінде қалшиып отыр. Суға қанған көгала жылқылардың алды шұбырып жағаға шығып, шөбі шүйгін өріске қарай бет алды. Енді оның көз алдында сатылға жайлауға шыққанда жылқылы ауылға келген бауыры Құрманбай елес берді. Жылқымды айдап салдым тепсең жерге, табылмассыз де адам ексем жерге, екі-ау жерін жалы түйген, жалғанды жақынымсың жаным сүйген, әридашай деп ағасының майда қоңыр дауысы жүз құбылып, таза ауада қалқып барып, өзен үстінде шалқып қанат қаққандай, әсем ән заңғар таудан асып, зеңгір көкке жеткенде еді. Әсерлі әнді аяулы дос Ахмет Байтұрсынікі демеп еді. Оның алабұртқан көңіліне үйір-үйір жылқылар орала берді. Неде болса ел байлығын, ер қанатын, бабалардың ұрпаққа қалдырған мұрасын сақтау керек. Құдая, жібек жалда тұлпарды атуға қалай көзі қияды? Құрманның көзіне бірнеше тамшы жас омырауына үзіліп түсті. Көкірегі қарс айырыла құледі. Халықтың басына қаншама қайғы қасірет өтті. Бір елге ол аз ба? Жылқыларды беткейге айдап салайын деген ол қамбар атаға қарай бұрылды. Басын көтеріп алға қараған еді, бетін көгілдір қызыл күлген сары қына басқан зәулім қызыл күрең жартасты көрді. Түбінде тас жарған бос қылша тұнып тұрды. Жартастан айналып кете барды. Сатылының баурайы жайқалған шүйгін, табан астында ботагөз ауша жанаргүл, бақытгүл қалың өскен гүл жарған балқурай, сиыр құйрық, шайқурай, етектей түйе жапырақ, өзенге төнген сәмбіл талағына қатты өзеннің салқын лебіне сәл жайқалады. Сай жақта шегіртке шырылдайды, өзінен өзі үлкен инеліктер ызыңдайды. Алуан түсті көбелектер гүл мен өсімдіктерге қонып шырын іздейді. Тастан тасқа секіріп буырқанған аса өзеннің гүрілі алыстаған сайын бәсеңдеп талып естіледі.
Сұлу табиғаттың ғажап көрінісі қайғы-мұңды ұмыттырып, көңілді шарықтатады, уайымды сейілтеді. Күн батар алдындағы тау ішінің көрінісі ерекше еді. Заңғар таулардың басын жалындай қызыл арай шалған. Көлеңке түскен шатқал, жасыл қоңыр да күн сәулесі түскен төскей сарғыш сәулеге малынып алаулайды. Құзаршыңның басын түңліктей ақ бұлт ілінді, аспан ашық. Таудағы ұйыған тыныштықтың анда-санда құлын-тайлардың кісінегені, жылқылардың пысқырғаны ғана бөледі. Құйрық жалы үлпілдеген бір үйір жылқы қабырға соқпақтан өтіп, ашық алаңқайдағы желкілдеген көк майсаға бет алды. Асықпай аяқтарын паң басып шұбырып барады. Соңында өз ерін шашау шығармай қайырып жүрген жирен қасқа ақбақай айғыр. Одан жоғары аршалы бетті өз ерін бастаған ақбоз айғыр қалаң берді. Боз айғыр жылқылар жайлауға шыққанда не қыстауға түскенде көп жылқыны бастайды. Жануар жылқылардың алдында ағараңдап келе жатқаны. Сол ақбоз үйдің үйірін түлкінің тауына апарып атпақ болғанда жоғалып кетті. Үйірімен қосы жайлаудан түскенде қылауланып алдымда көрінетін еді жарықтық. Бозды ойлағанда құрманың қияқ мұрты жыбыр ете қалды. Жүрегі мұздап сала берді. Тамағына бірдеңе түйдектелгендей жұтынып қойды. Өне бойы бір ысып бір суынды. Көзіне жас үйірмесе де көкірегі қарс айырыла жаздады. Жылқы өте сезімтал мал, бір пәленің боларын сезген. Аман бол тұлпарым, жер басып жүрсем тауып аламын. Оққа ұшқанша жөніңді тапқаның дұрыс болды. Құдай-ау, ел дәулеті ғой, халық қыл құйрықсыз қалай күн көреді. Артельдегілердің бәрі жылқысын өз қолымен тапсырды. Біздің бес түтінде 600-9 жылқы, 200 ірі қара қой ешкіні өткіздік. Қайта-қайта салық салып, көз аштырмады. Бермеген елдің малын тартып алғандай айдап әкетті. Сиырларын мүйізінен ұстап, мөңіретіп әкеткен жоқ па, шолақ белсенділер. Кешір мені, ақбоз үйдің үйірі. Кешір Қамбар ата. Нағашым болса, Метербайдың жылқысының тұқымы еді. Болыстың бар малын тартып алды. Ақылды адам ғой, жылқысын алуға келгенде. Жылқыға келіп отырсыңдар ғой, білем, алыңдар, ала беріңдер. Бірақ елге туған туыстарға тимеңдер деген. Малын алды, дүние мүлкін тәріктеді. Өзін қайта-қайта тұтқындап, Орал Ақмола асырмақ болғанда, амалсыздан Қытай асып кетті. Қоғалының мешітінің молдасы Керімқұлды жаназа шығарып тұрғанда ұстап әкетті. Тепкілеп сабаған Жаркенттің молдасын абақтыға лақтырды. 2 мешітте де мал қора етті. Метербай, Намазбек, Қожабектер күн бермеген соң Қытай асты. Қайбір жетіскені шет жайлап қиыр көшеді жұрт. Матай тауы биік, Қытай жеріне төбесі көрініп тұрды. Намазбек бай, тақиядай көрінген басыңнан айналайын Матай деп талай рет өксігін баса алмай жылаған. Құндақбай мен жыланбастар елге айтып келгенді. Метербайдың бар кезінде елге топалаң тие бастағанда ақбоз үйірмен жоғалып кетеді. Сонда болыс былай деген: ақбоз кетті, дәулетім қайтады деген. Ақбоз қайта оралған. 2 жыл өткенде қызылдар келеді. Бұл ақбоз үйді үйірін екінші мәрте жоғалуы. Жылқышылар қан тәңірі мен Матайдан іздемеген таппаған. 4-5 үйір жылқыны түлкінің асуындағы қылдай соқпақпен жүргізіп атты. Құдай білгізген, қияметтің қыл көпірінде қиядағы асудан оққа ұшып құлағанша, осың дұрыс тұлпарым. Құдайым бет алдыңнан жарылқасын. Сәрменбеттің әулетіне обал жоқ, деді ол күйініп. Ел басына күн туды. Мені бірнеше рет қамады. Тұқымымызды құртады деп сезіктенем. Көшелік дегенде қиқар әкесі көнбеген. Болысты тыңдамады. Өзімізге де сол керек. Метербай болыс қызы Қалиманды күрең белдегі ауқатты Сәрменбеттің ортаншы ұлына ұзатқанды. Күйеуін халық жауы деп ұстады. Енді қызына қашқынның байдың қызысың, жаудың қатынсың, бандит деген. Қасында 2 шошақ бөрік солдаты бар болғанбай, Қалиманға 2 күннің бірінде әңгір таяқ ойнатады. Көлеңкесіне көз жазбайды. Кішкентай қызын жетектеген ана қайда жұмысқа тұрмасын тауып алады да, байдың құйыршығы, банданың тұқымы көзіңді ағызамын деп, алдына салып өкшеленіп айдап шығады. Өзі ат үстінде, Қалиман қызымен жерде 8-9 шақырым жерге дейін өкшелетіп қуып тастайды. Артельдің кірпішін құюшы еді, одан шығарып жіберді. Матайдағы сиыр фермасына жамағайына Ахметтің қол астына сауын шауып жүргенде тағы тауып алды. Түйіншегін көтертіп, жұмырықтай бүлдіршін жетектетіп, сіңірліден асырып қуып жіберді. Болыстың қызын айына 2 рет қоғалға апартып абақтыға сабалады. Кішкентай қызы шырқырап әркімнің босағасында қала берді. Осылай азаптай берген соң ақыры Байторыдағы
ең бір кедей Әбдіқадыр дегенге амалсыздан тұрмысқа шығып, болған байдың қорлауынан әрең құтылған. Күн кешкіргенмен тау іші жарық, батыс жақ жалындай белдеу-белдеу қызыл арайға үңгіген күн ұясына жақындаған мезгіл. Тау іші әлі жарық еді. Алтын сипай қамшылаған құрман тобы табының бас аяғын жинады. Құйрығы жер сызған, жалы төгілген қазақы жылқылардың үйірі беткейге шығып барады. Бөкен сан шоқтығы биік жылқылар бір бөлек жайылып жүр. Мақпал қараның үйірі бөктерге қарай ойысқан. Мойнақтағы сауын биелерді көп жылқыға қарай тартты. Құрман керінің оқшау шыққан үйірін өріске қарай айдап салды. Сауын биелерді көп жылқыға қосты. Апырау, ауылға қымыз таситын арбасы балбордың шен темірі босап тұр еді, жөндетті мекен деп қынжылды. Ұстаға жеткізген шығар. Егіншілер мен кірпіш құюшыларға бір-екі күн торсықпен жеткізер. Тұрымтай тұсымен балапан басымен дегеннің кері келді. Жылқының көзін жою Қазекемнің әруағын сыйламағаны. Артелдің бастығы ферма меңгеруші жұмқан аузын ашпады. Әлде мәнсабын алып қояды деп қауіптенді ме? Атам қазақ жаратылғалы жылқымен көзін ашқан. Ер қанаты жылқыны пәлені тұңғыш естіді. Тау мен дала мыңғырған жылқыны өсіруге болады ғой. Жылқы қашанда теуіп шудаланған шөпті тауып жейді. Түтеген боранда оған бөгет емес. Жылқы ешкімге масыл болмайды. Өз тамағын тауып жейді. Асыл түліктің қадірін білмейді. Осы күнгілер жер қадірін де білмейді. Аю қорбаңдаған, қыран қалықтаған, құралай мен арқары мекендеген қазақ жері бай. Құдай мұны елдің маңдайына берген, тек оны жергілікті халықтың пайдасына асыра білсе. Құрман ой шырмауынан шыға алмады. Көзі бөктердегі қалың жылқыда. Апырым-ау, тұтамдай өмірде жауыздық неме керек осы. Малды ешкім о неге алып кетпейді, бәрі қалады. Бабаларымыз жерін, жылқысын, елін сақтау үшін ата жаумен талай рет шайқасқан жоқ па? Жеңді де. Оның ойына әкесі Сәрменбет марқұм айтқан бір уақиға орала берді. Біздің заманымызға дейінгі 674-673 жылдары сақ тайпасы әлімсақ өмір кешкен. Оларды кен тобырлар деп атаған. Жылқы мінген жауынгер халық біздің бабаларымыз. Ендеше қазақтың асыл қазынасы жылқының тұқымын неге құртады? Күлтегін бабам, халқымды байытам деп күні-түні ат үстінен түспедім. Тоң киетін едім, торқа кигіздім. Арпа деуші еді, қазы қарта жегіздім. Шекараңды ұлғайтты деген ел деп еңіреген азамат. Мыналардікі не? Елді ашықтыру, жылқыны құрту, ұлтты жою ма? Бұл сұраққа Құрман жауап таба алмады. Қазақ талай сойқанды, талай жорықты бастан кешірді. Жеріміздің үсті асы да байлық. Бізге шығыстан да, батыстан да көз тігушілер атам заманнан бергі жасасып келеді. Келімсектер жергілікті халықты жарылқау үшін келмейді. Жеріңе малыңа қызығады. Бай үшін, өз қалтасы үшін келеді. Олар ешкімді аямайды. Аспан төрінде самсаған қыран қанатсыз ұша алмайды. Жер бауырлап көтеріле алмайды. Ендеше жылқысыз ел де солай. Үкіметтің өз адамы, өзіне жау болғаны ма? Әлде мал жат жұрттықтың құрбанына шалынғаны ма? Іштей осыны ойлағанда Құрманның өңі бозарып кетті. Өткір көздері мұңға толды. 33-35-тегі жігіттің көзінің айналасына ұсақ әжімдер жиылып, егде адамға ұқсап мүжіле түсті. Тау үшін қараңғылық тымыршалады. Қараңғыға сіңіп ұзай берді. Таң ағарып атып келеді. Тау ішіне шолпаның сүттей сәулесі түсе бастады. Тақымына құрығын қыстырған жылқышы беткейдегі жайылған көп жылқыға қадала түсіп, үзеңгі аяғын тіреп, ерде шалқайыңқырап шіреніп отыр. Ахметжан жездесінің үйінде болғаны соның есінен шықпады. Әр үйдің азынаулақ астығын тінтіп алып кетті. Қолдарында темір істік. Естідің бе өзің? Естімек түгіл қара ешекемен сөзге келгенмін. Ренжіскенің керек жоқ. Біздің қару көршінің үйіндегі көмген аз астығын істіктеп тауып алып, талғажау етіп, күнелтіп отырған бір бұт астығын тартып әкетті. Әр түтіннің бірді-екілі малын ішкерідегі жұмысшыларға жөнелтеміз деп сойғызып, өзеннің үстіне мұзға үйгізді. Көктемде күн жылып мұз ергенде суға ағызып жіберді. Оны өзің білесің. Білгеннен не пайда? Сен дұрыстап тыңда қарағым. Ол жалғыз Көксуда емес, Ақсу, Лепсі, Іле өзендерінің үстіне сойғызған малды жинатып, көктемде сасиды деп суға ағызған. Одан да аш адамдарға, жетім жесір сырғаттарға бермейме? Мен мұны әдейі жасалған қастандық дер едім. Менің қолымда не бар? Онда несіне еркекпін деп жүрсің?
Болғанбайдың анау антұрған қазақты қазақ өлтіріп жатыр. Үш бұлақта Қытайға өтпек болған көп адамға солдат шығарып атқызған. Елді ашықтырып қаңғыртып жіберді. Құрман дәу мұрын жездесіне кенет жалт қарап үнсіз қалды. Жүзі жүдеу, шоң мұрынды бұрынғыдан да үлкейген. Қабағы қатыңғы, көзінің асты домбық, бетінде уайым табы білінеді. Мұның несін айтасыз маған? Қара сартқа айтыңыз. Елдің адам төзгіс ауыртпалығын талай айтып, тіліміз сүйек болған. Тыңдайды, жауап қайтармайды. Атасы басқаға сөзімді қорғып не қылам? Сен менің сұрағыма жауап қайтар, деді Ахметжан нығыздана. Салықтың 16 түрі бар. Жұртта әбден естіден тандырды. Мен саған қатын апер деп отырмын ба? Бір алтынды бағалмай келеке болдым. Құрманда үн жоқ еді. Әпкесінің есімін атағанда күліп алды. Соғым сұрадым ба сенен? Сиыр, қошқар, өгіздің мүйізін, жылқының тұяғын, малдың терісін өткіз деп тағы салық салып жатыр. Құтылу үшін жұрт қалған малын сойып әлек. Аша тұяқ қалмасын, ұранды естуің бар ма? Бар. Елдің өз әулетін өзіне қимайды. Үкімет шүкімет дейді түге. Кімге опа қылады? Бізде өші бар ма? Суға ағызып жібергенше етті бермей ма қара сирақ балаға, қарияларға, жесір жетімге неге таратпайды? Жүзің күйгірлер. Шетелге ауада қашқын дейді. Әу өзегі талып өліп бара жатса қашпағанда қайтеді? Дәу мұрынның ойын Құрман біледі. Жылқыға қауіп төнді. Қайткенмен соны сақтап қалсақ. Жылқы бар жерде өмір бар. Жылқыны жойса біткеніміз. Біздің жабағын ала кет. Жабағы Ахметжанның үлкен ұлы. Жылқыны құтқаруға көмектессін. Жарайды, сол күнгі жездесінің сөзі бірдің оғындай салмақты еді. Құрманның аты пысқырып қалды, таң атты. Жылқышы үлкендігі киіз үйдей тастан өте бергенде құлағын тікшіткен, аты тағы пысқырды. Құрман жалт қарағанда тастың түбінде мылтық асынған біреу тығылып отырды. Мынау әлгі сары сайтан ба деген ой қылт етті. Қасына жақындады. Ол емес. Болғанбайдың баласы Мұрат. Мектепте Алпысбаймен бірге оқыған. Жаман бұқа басына шөп іледі дейді Болғанбай. Ұлын күпуде орналастырды деп естіген. Ауылдағылар құдайым-ау, ұлы жақсы еді, өзіне ұқсаған бас бұзар болып шықпас екен. Бұл күпуге бармаймын деп зарғаққан екен, қарамапты Болғанбай. Құдай сақтасын, Болғанбайға итім ұқсасын, әкемді аямаймын, депті сары малғұн. О балай, баласын бұзады сары малғұн, доңызға ұқсайдан тұрған, кірпігі ақпа қалай өзі, кірпігі құрысын, кірпігінде нең бар деп жамырай күледі кісілер. Әй соны қойшы деген біреу қолын сермеп қалды. Соның шешесі мұз шайнап қарға босанғанда талайды қан қақсатты ол пері. Мұраты Алпысбаймен бірге оқыған. Оқуға бірге кетпек екен, өзімді етіп тәрбиелеймін, орнымды басады деп жібермепті. Құдай сақтасын деп шошып кетті біреу. Ат басын бұрған Құрман, кімсің шырағым деді. Басына шошақ бөрік киген мылтық асынған жас жігітке. Бозбала орнынан атып тұрды. Ассалаумағалейкум Құрман аға деп күлімсірей қарады. Әлейкумассалам бала. Ұмыттыңыз баға. Шырамытасыз, бірақ танымадыңыз. Біз мектепті бітіргелі 4 жылдан асты ғой. Мен Мұратпын ғой. Алпысбаймен бірге оқыған. Аздап өзгеріпсіз. Көмірдей қара мұртыңызды аздап қылау шалыпты. Алла қарағымай, Мұрат екенсің ғой деп қалды. Танымай қалдым. Уақасы жоқ. Беті аппақ, шешесіне ұқсайды. Отты көздері жанып тұр. Келбетіне адамдық, адалдық, өрлік байқалады. Тығырыққа тіреліп, ел ішінде ашаршылық белең ала бастағанда мынау жылқыны сақтай алса жарады. Оның жүрегі шымыр ете қалды. Қатал әкесі оның тілін алса, кім біледі, малды жолуға қол жинады. Тау беткейі жақтан жылқылардың пысқырғаны, жылқышылардың саңқылдаған дауыстары, тау етегіндегі жылқышының қосынан аспанға көтерілген түтін, үрген иттердің дауысы естіледі. Желедегі құлындар бұлқынып жіңішке дауыспен кісінейді. Терең сайда асау өзен буырқана ағып жатты. Қарағым-ау, Мұратсың ба? Жарайды қарағым, жарайды, ендігісін айтпай-ақ қой деп атын тебініп келіп, ат үстінен еңкейіп жас жігіттің маңдайынан сүйді. Ел басына қиын қыстау күн туғанда кез келдің ботақаным. Алпысты оқуға шығарып салғанда келгеніңді әлі ұмытқан жоқпын. Екеуің екі қозыдай бірге оқыдың, екеуіңді жақсы оқыдың. Сатылыға жайлауға шыққанда 62 жазғы демалыста келгенің есіңде ме? Көксуға шомылғаның, деп жүзі жайнап күлімдеп қойды Құрман. 62 өзенге шомылуға барғанда менің 4 жастағы кішкентайым арттарынан ілесіп суға аға жаздағаны. Ой Аллай десеңші,
Бала мен күшіктің жүрмейтін жері жоқ. Хе-хе-хе, сонда сен ағып бара жатқан баланы ұстап алдың. Сен осы 60-пен жасты ма едің, Мұратжан? Ол кезде 17 жаста едім аға. 21-ге келіпсіңдер ау. Өтіп барады ғұмыр. Мен 36-ға шықтым. Сені әкеңмен бірге жұмыс істейді деп естідім бе? 60 екеуміз бір институтта оқысақ деп армандаған едік. Әкем жібермеді. Әкеңнің көңілін қалдыруға болмайды аға. Тегі бұл жұмысқа көңілім көншімейді. Мінезім апама тартқан ғой деймін аға. Әр нәрсеге жаным ашиды. Оның сөзіне Құрман күліп жіберді. Нағашыларың қайырым деді. Солай болса керек деп қалды Мұрат. Жылқыны атам аға. Менде 500 ғана. 1200 жылқыны жоймақ. Ой-во, Мұрат байымдады. Құдай өмір берсе әкеме түсіндіремін ғой. Әкем айтса сөзін жерге тастамайды. Аға, Құдай қаласа медициналық институтқа оқуға түсуге ойымда бар. Хирургияны ұнатамын деп, ақ жүзі алаулап. Осы сөзді айтқанда оның аспандай мөлдір көгілдір көздері жайнап сала берді. Алла жолыңды берсін, мақсатыңа жет. Рахмет аға, болайын деп тұрған бала деп ойлады жылқышы. Кенет Мұрат, сақ болыңыз аға деді. Әкем отряд шығарды, абай болыңыз. Өзі бірдеңеден сескенгендей жүзі төменшіктей берді. Мұндай жайға тап болған біртүрлі сасқандай. Басы қатты ауырып, жүрегі қобалжығандай, көз алды қарауытып кетті де ерінің басын ұстады. Аздан кейін есін жиды. Болғанбай өз еліне жақсылық жасамады. Жұрттың үмітін таптап кетті. Оның опасығына көзі енді жетті. Басы ауған жаққа жылқыны қиғулап, айдап әкеткісі келді. Қайда апарады деп ойлады. Сөйткенше, әй неғып тұрсың деген Болғанбайдың дауысы күжілдей шықты. Мұрат селт кетті де. Барайын аға, әкем ренжиді. Құлын-тай жабағыларға жаным ашиды деді. Екеуі аз кем үндемеді. Жарайды, Мұратжан бара ғой. Әй Құрман, неғып сілейіп қалдың? Саған айтамын. Айда жылқыны асуға қарай деп бұйырды. Жылқышы селт етпеді. Тас керің боп қалдың ба? Қайтар жылқыны деген ол күйіп пісті. Қайтармаймын, қайтарасың. Ылдидағы Болғанбай атын омыраулатып Құрманның қасына келді. Сендердің жылқысымен қоса қазақты жер бетіне сыпырып тастаймын деген сәуегейлігің іске аспайды. Болғанбай ел үшін алатайдай бүлдіріп біттің. Бір қазақ қалғанша жылқы жойылмайды деп оның бетіне тік қарады. Осы сөзді естігенде Болғанбайдың шикіл сары жүзі мойнына дейін қызарып кетті. Жылқышы айыл жияр емес. Халықты олардай шулатпақсың. Соңғы малын атқызып, талайдың шаңырағын ортасына түсіріп ойран салдың. Жетер, ақмақ ел деп қайқайсыңда жүресің. Не таптың сонда? Айттым, бітті, көсемнің жарлығы орындалады. Голошекиннің бұйрығы естір құлақ ұғынар мей болса, түсінген шығарсың деді ашуға булығып. Жылқы үшін атылар жайым жоқ. Жылқыны қылтаға қарай айда деді. Пенде емес пе? Әлде ар намысы азда болса оянды ма? Әлде санасына бірдеңе жетті ме кім білсін? Ешкінің шабындай сары жүзі шоң мойнына дейін қызарды да аузына құм құйылғандай үнсіз қалды. Жалаң ерінің қымқыра тістеніп, бір пәлені ойлағандай жүзін төмен салды да кенет басын көтеріп алды. Тұздай шақырайған көздерін жылқылардан айырмай тұр. Бәйгөгек бір пәлені сезгенде көздері ақилана қатты кісінеді. Алдыңғы аяғымен жерді тарпып қойды. Құрман жансыз адамдай қалтиып қалды. Ашу ызадан Болғанбайды ұрғысы келді де өзін өзі тежеді. Жылқышы ат басын бұрды да тебініп малға қарай жүріп кетті. Қылта соқпақпен асса кең жайлау саймен орын таста айналса көп жер. Ей Құрман, тоқта бері, менің 3 адамды атуға құқым бар деп айқайлады Болғанбай. О партия, не айтсаң сол орындалады. Ашу қысқан ГПУ-дың бастығы тапаншасын қорабынан суырып алды да аспанға қарай 2 рет атты. Мылтық дауысынан тау жаңғырып кетті. Эхе-хе, Құрман, қайт кейін деді Болғанбай бар даусымен айқай салды. Екі жақтағы таулар қатты жаңғырды. Үріккен тау ешкілер мен таутекелер тастан тасқа оқтай зымырады. Аюлар өкірді. Үріккен аңдардың тұяқтарынан сайға қарай тас домалады. Жолындағы өсімдіктерді түбірімен қопарып кетті. Оқтай зымыраған құрайлылар сағымға ұқсап тастан тасқа секіріп көзден ғайып болды. Тау басына үйірілген алба-жұлба қара бұлттар жөңкіле көшіп сайға қарай төніп келеді. Бұталарға қонған құстар аспанға көтеріліп тас-тастың қуысына бұлғынды. Шатқалдан тұман басты, суық жаңбыр жауа бастады. Таушы жым-жырт, ірі-ірі жаңбыр тамшылары шөптердің басын биледі, нөсер лезде төгіп жіберді. Тауларды қопарып тастайтындай күн қатты күркіреді.
түнерген аспанды жарқ-жұрқ еткен найзағай бір сәт жарыққа бөледі де көзге түртсе көріксіз қараңғылық тұмшалады. Суық желмен қоса жаңбыр төгіп жіберді. Нөсерден сай-салаға жиналған су ылдиға қарай жөңкіле ақты. Қатты жауын саябырси бастады да әлден уақытта тоқтады. Жаңбыр еріншектеу тамады. Күн ашыла бастады. Осы шақта отряд деген Болғанбайдың гүрілдеген жуан даусы шаңқ етіп шыққанда, айдаһар сайға аттарын қаңтарып қойып, өздері қойтастардың тасасында бұғынып жатқан Болғанбайдың солдаттары бастарын қылтитып шыға келді. Олар бұйрық күтті ме, дағдарып состиып тұрып қалды. Құрман тескейдегі жылқыларға жақындап қалған. Отряд, атқа қоныңдар деп бұйырған алғашқы барқыраған дауыс екінші мәрте естілгенде, құп командир дескен солдаттардың дауысы жамырай шықты. Атқа қонған әскери адамдар биікке қарай ескі шоқпықпен шұбырып барады. Болғанбай артқы жақта. Кездесіңдер, түсінікті ме деді ызғарлы суқын. Түсінікті құп болады. Дада деді Болғанбай түсін суытып. Бұйрықты орындаңдар, мүлт кетсеңдер өлім жазасына аласыңдар. Жапа тармағай атқа қонған адамдар бөктердегі жылқыларға жаудай тиді. Екеуі біраз жылқыны бөліп алып, құзға қарай айдады. Қалғандары көп жылқының шашырай жайылғанын қуып әлек. Малдың бас аяғын жинамақ. Осы сәтте торы айғырдың үйірі бөлініп шығып, қиғаштай терең сайдағы өзенге құлдилады. Шелекпен төккенде құйып өткен нөсер жыра-жыраны алып кеткен. Телегей теңіз ағыны қатты. Қоймалжың сарқыраған ботана су өзенге құйылып жатыр. Айдаһардай аранын ашқан асау толқын өзенді ернеуінен асырды. Жайылған су арнасынан асып, долдана ағып жатты. Кішігірім тай құлынды ағызып әкету қаупі бар. Өзгелердей бөлінген торының үйірі көбік шашып аспанға атылған асау өзенге төне түсті. Құлынын ерткен боз бие қатар төнген сезгендей жүрмей іркіліп қала берді. Осы кезде көздері қызарып домбығып кеткен Мұрат, әке-әкетай, жылқыларды ақтқызбасаңшы деп Болғанбайдың шаужайына орала берген. Көке, құлынға тимеңші, ол да бала ғой. Енесіне тимеңіз, жетім қалады, деп жалбарынды. Көке, мынау сұмдық, жылқыны ату. Екеу торының үйірін қуып барады. Болғанбай арттарынан қарап тұрды. Оның қылығына Құрманның ызасы келді. Үзеңгіге аяғын тіреп, тау қырандай қомданып, ызғарлы көздері жалын шашып тұғырдағы ақиықтай қиян-пұрсана қалды. Тау беткейіне қиялаған 3 солдат бірнеше ер жылқыны алдына салып дүркіретіп қуып келеді. Сол жағы құз. Қияметтің қыл көпірінде 2 кісі қатар жүре алмайтын жалғыз аяқ соқпақтың оң жағы түпсіз шыңырау. Малшылар жайлауға сол қылта жол арқылы өтеді. Көш сол тұсқа жеткенде жүк артқан түйелерді қорқыныш билеп дірілдеп тұрып қалады. Аузынан жынын шашып, бақырып боздап жібереді. Солдаттар жылқыны қылтаға қарай айдады. Жосыған жылқы қылтаға бөгеліңкіреп, жақындағанда бірінің соңынан бірі тізіліп, шұбырып бара жатыр. Малдың алды 2 кісі қатар жүре алмайтын тар асуға жеткенде, атыңдар деді Болғанбай. Оның даусынан гүрсілдеген тартылдаған мылтық даусы естілді. Тереңге құлап бара жатқан жылқылардың жан даусы шыға кісінегенде, тау қоса күңірене жаңғырды. Жылқының ащы даусының үріккен аңдардың тұяғы тиген қазандай, астаудай тастар сайға домалады. Мылтықтың дүрс-дүрс атылған оғы жартастарға шақ-шақ тиеді. Таудың төбесіндегі жартас құлап 3-4 солдатты атымен қоса көміп тастады. Шыңғыра кісінеген жылқының даусы, мылтықтың гүрсілі, адамдардың айқайы, оған таудың жаңғырығы қосылып, адам айтқыс әлем тапырық сұмдық басталды да кетті. Жирен қасқаның үйірі біріншілікті апатқа. Алдымен жирен айғыр атылды. Биік құздан шыққан жылқы бар даусымен, жан даусымен кісінеп, шыңырауға жеткенше 3-4 аударылып барып, түпсіз терең қара көлеңке сайға бар салмағымен құлады. Содан кейінгі тобылға түсті. Қасқа дөнен шыңырауға жеткенше 3-4 аударылып барып, түпсіз терең қара көлеңке сайға бар салмағымен құлап түсті. Одан кейінгі боз бие жол жөнекей тасқа соғылып, шашыраған жас қан жұғып, қарғыстың таңбасындай қан іздері қалды. Жабағы тай, құнан дөнен, сауын бие бірінен соң бірі зындандай қара көлеңке шатқалдың түбіне үст-үстіне құлап жатты. Құлынға жаны ашыған Мұрат 2 аттап әкесінің қасына жетіп барды. Ұлының беті өліктей жансыз. Жас жуған көзі қызарып, домбығып кеткен. Болғанбайдың шаужайына оралып жалына бастады. Әке-әкетай, құлынды атқызбасаңшы, ол да бала ғой дейді жалбарынып. Енді ол әкесінің үзеңгісінен ұстады. Мені балам десеңіз, құлын енесіне тимесін. Не жазығы бар құлынның?
Әке, мына сұмдықты қойғызыңыз. Соңғы тілегім көке, малда жазық жоқ дей берді. Үзеңгідегі әкесінің аяғына бетін басқан Мұрат, әке аяғын құшақтап, не жасығы бар малдың, құрбаның болайын, көкетай, мына сұмдықты тоқтатыңыз деп жалынды. Құдай жаратқан мал, мынау топалаңға тосқауыл болыңыз деген ұлы солғын баса алмай аңырадай кеп. Болған байдың еткіне баласының жасы төгілді. Кенет былшылдама деп зекіген болған байдың бақырған дауыс естілді. Көсем айтқан білдің бе көсем? Тумай туа шөккір, мен сені еркек десем, еркек күшік екенсің. Бор кемік, шірік, жоғал көрінбе көзіме. Болғанбай аяғына жабысқан баладан босану үшін шіреніп бар күшін жиды да, аяғын шолтаң еткізіп тартып алғанда Мұрат шалқалақтай барып құлап түсті. Атын тебінген әке солдаттарға қарай бұрыла берді. Кісінеген жылқы дүрсілдеген мылтық жылқылардың ұрып соғып, тар соқпаққа айдады. Мұның бәрін қайталаған тау жаңғырды. Тау іші ию-қию әлем табыр. Мұрат шалқасына жатыр. Шалқалақтап құлағанда шүйдесі зақымданған. Ұланның қара құсына жылжып аққан қан басының астындағы күлгін қына тасқа ағып жатты. Біраздан кейін тас үстіндегі қан үйи бастады. Жеткіншектің көзі ашық қалған, жанарында үрей мен қайғы. Неге бөгелдіңдер, сүмелектер, атыңдар? Гүр-гүр еткен дауыс ышқына айқайлайды. Тағы мылтық дауысы шықты. Алдымен бие, содан кейін қас қағым сәтте енесімен қоса кісінеген құлын дауысы тауды да дүр сілкіндіре құлап барады. Үріккен жылқылардың көздері шарасынан шыға, ілгері баспай қасарысты. Солдаттар қамшының астына алып, үстіне қамшы жаудырды. Жылқының сауырында қырғыз өрім қамшының іздері қалды. Адамдар бас көздемей құлаштап ұра бастады. Жоғын қамшы тілгенде ащы ауру шыдатпады. Жаны шыға жаздап қиналған жануарлар амалсыздан соқпаққа бет алды. Қырман не өлемес не тіремес жартастың үстінде. Өзі де тасқа ұқсап қатып қалған дерсің. Мелшиіп үссіз қалғандай, тынысы жетпей басы айналып барады. Жаны күйіп өзегі өртенген, ол әлден кейін есін жиды. Керең сайға көз салғанда шыңыраудың іші өлген жылқыдан көрінбейді. Көпір боп жатыр. Семіз ту биелер, тай мен байталдар, құрық салынбаған асаулар, жалы төгілген айғырлар, семіз тай құлындар бірінің үстіне бірі үйіліп төбе болып жатты. Шатқалда қарға құзғын қаптап ұшып жүрді. Ит құсқа жем болған қайран сәйгүліктер май деген құрман қан жылап, етпен терісінің арасына қанды жасы толып тұрды. Бетін жас жуған жігіт бәйгөктің жалын құшып солығын басып алды да таскөйдегі атылмаған жылқыларға ығыстай берді. Өкпе тұстағы көп жылқының ішінен күрең қасқа ақбақайдың үйірі жалт беріп бөлініп шықты да биеласып көзден ғайып болды. Жан даусы шыққан болғанбай жылқы айдаушы солдатқа бірдеңелерді айтып, жылқы ауған жақты қолымен көрсетті. Құрманның бәйгөге құстай ұшып зымырап барады. Жылқышының мақсаты біраз жылқыны ажалдан құтқару ретін тауып, елге таратып беру. Бөктердегі жайылған көп жылқыға құйындатып жеткен Құрман бірнеше үйір жылқыны бөліп дүркіруге қуа жөнелді. Жылқылардың алды сайға ілікті. Көп жылқының дүбірінен құлақ тұнады. Құрман қиқулап қуған сайынан ызғыған қалың жылқы артына бодақтаған шаң қалдырып, жүйткіп алды-артына қарамай сатырлатып шаба жөнелді. Шашау шығармай құйындатқан жылқышының қиқулаған дауысын естігенде сасқан болғанбай құлап қала жаздады. Серіктеріне айқайламақ еді, қиқылдап-шиқылдап дауысы шықпады. Беті омырайып, жалақ еріндері қисайып кетті. Тістері құм шайнағандай шықырлады. Көк көздері шадырайып, шарасынан шыға Құрманға өшіге қарап қалған. Біраздан кейін дауысы қырылдай естілді. Аттан шауып кетті. Қуыңдар бандитті. Қытай асады. Асуға жақындамай, тұмсықтан айналып өтті. Қуыңдар. Тез-тез деп байбалам салды. Біресе өрге, біресе ылдиға қарай ерсілі-қарсылы жүреді. Шыж-быж. Шошақ бөркін жұлып алды. Көздері ежірейіп жерге қойып қалды. Жылқыны айдап кеткеніне өзегі өртене түсті. Тағы ойбай салды. Көздері шапыраштанып, жынданып кете жаздады. Аттан, жандарың бар ма? Бошумат деп орысша боқтығын да айтып салды. Енді ол жылқыны атуға айдатып жүрген жез мұрт шикіл сарны қол бұлғап шақырып алды. Мен мұндағы ие боламын. Сен бандитті қу, қасыңа мықты біреуді ал деп бұйырды. Қыр көрсетпек пе, сасқаннан ба беліндегі тапаншасын қорабынан жұлып алды да құр босқа тауға қарап тұрып аспанға атып жіберді. Аттан, жандарың бар ма? Жұмыс тоқтамасын, құтылып кетеді, ұстаңдар қашқынды деп жаны шыға бар даусымен шыңғырды. Қуғыншыларға алдын ора, мына жақтан алдынан шық деп бұйрық берді.
200 солдат Васильев бастаған шуатқа қонды, қопаңдап шаба жөнелді. Көп сәйгүліктер қасіретті терең сарға қарай домалап жатты. Қуғыншылар құрманның алтын орады. Құрман қиқу салғанда қалың жылқы лап қойып таптап кете жаздады оларды. Бұрын жылқы бақпаған, сырын білмейтін солдаттардың зәресі ұшты. Үрейленіп іркіліп қалды. Осы сәтте таудан құрман жылқыларды алаңға шығара беріп, бар даусымен, жан даусымен қиқу салып, айқайлағанда арт жақтағы тау құлады. Әп сәтте қуғыншылар тұрған жерді қар көшкіндей сыпырып өтті. Тіпті тірі жан болмағандай тып-типыл етіп өте шықты. Қуғыншылардың орнында дәу-дәу тастар мен құм қиыршық төмпешік пайда болды. Тау шамырқана дейді үлкен кісілер. Тау шыққанда айқайлама, мылтық атпа, асудан өткенде жылқы кісінемесін, сиыр мөңіремесін, қатты сөйлемеңдер дейтін. Тау құларда артқы жақтан өкірген жаман дауыс шықты. Құдай көріп тұр ғой, қаншама малдың жаны қиылды, нақақ қаны төгілді. Тау жарықтық шамырқанды деп ойлады Құрман. Шырқыраған көп жылқы тоқтар емес. Дауылды күнгі бұлттай қаптап жосып барады. Дүркіреген жылқының соңынан ана шетіне бір, мына шетіне бір шығып заулаған жылқылардың алды күркіреген тау өзеніне түсті. Ақ көбігін шашып құтырынған өзен жылқылардың жал құйрығын жұлмалап, өзен төмен қарай ағызып жөнелгенде, мал көлденеңдей өрге жүзіп, алды жағаға шықты. Құрман тағы да арт жаққа жалт қарады. Өкпе тұстан бір ағаштың түбінен біреу ат ойнақтатып шыға келді. Иығына асқан мылтығы салаң-салаң етеді. Артында тағы бір екі шошақ бөрік киген солдаттар шинелінің шалғай далақтап шауып келеді. Кенет оның ойына сайыспаса құтылмайды деген ой лап ете қалды. Құдай аруақ қолдасын деп атына қамшы басты. Бәйгөк жұлдыздай ағып, найзағайдай атылып көзілеспей жылдамдықпен жанай өтіп екеуінің мылтығын жұлып алды. Сөйткенше үшінші жете берген еді, ырғай сойылмен сарт еткізіп ұрғанда екеуі ұшып түсті. Үшіншісінің зәресі зәр түбіне кетті. Атын басын бұрып тұра қашты. Әр ағаштың түбінен шыға келгендер беттемей ығып кетті. Осы шақта жылқылар түгелдей арғы жағаға шыққан еді. Судан өткен жылқылар ит тұмсығы батпайтын қалың жынысқа қарай жосыды. Әттең орманның арғы жағындағы қара жартастан аман өтіп, аюлы үңгіріне қарай бет бұрса, аюлыдағы үңгірлерге 500 түгіл 1000 жылқы сіңіп кетеді. Құдай аюлыға жеткізсе, арғы құдай көрместің жолын жылқыларының өзі табады. Әрі қарай хан тәңірі деп армандады. Бергі жағадағы жар басына жеткенде Болғанбай мен жылқыны жоюға жіберген комиссияның бастығы таңқы мұрын ат басын тежеді. Әй, мынауың нағыз пантера. Қазақтардың бәрі осындай болса, жаңа үкіметке өте қауіпті деп Болғанбайға қарады. Түн жамылып атылатын қара қабланнан аумайды өзі. Тұқыммен сондай. Сәрменбетовтер басын кесіп аламын десең де, бетіне қайтпайды, қаны бұзық. Халықтың жауы, бұны жауапқа тарту керек деді Болғанбайдың көмекшісі. Дұрыс айтасыз, итжеккенге айдатуға көмектесіңіз. Ел ішіне ірткі салады мұндай басбұзарлар деп жалбаңдады Болғанбай. Халықаралық хулиган деген қара Иванның дауысы шықты. Асықпа деді ол күліп ішінен. Сойқандардың басын көтертпей, бай өлкенің шалқан байлығын теспей сору үшін Болғанбай сияқты пербақандардың болғаны жақсы. Мыңғырға мал, жерінің асты толған қазына кен. Болғанбайларды жөнін біліп пайдаланса, мәнсап құмарлар, әкім қазақтар, қара басының қамышын, атақ даңқшын, еділ түгіл әкесін сатып деп еңіреген зиялы адамдардың құрбандыққа өздері ақ шалып жібереді. Ондайлар бізге ауадай қажет. Роман тұқымдарының 400 жылдай армандаған іске асыра бастады. Өздері алаңғасарлау, ақ көңіл халық, не айтсаң да иә деп басшылық береді. Басқа Орта Азиядағылар есесін жібермейді, қулау. Бұларды айламай қолға түсірген жөн, атысып шабысқаннан ештеңе өнбейді. Кісімсініп, ақыл көйсуіне керегі жоқ. Ішкі жақтан қоныстанушылар көбейсе, жергілікті экономикалық жағы нашарлай түседі. Анау қабыланның қара күшімен тауға сыймай жүр деп ойлады. Болғанбай көмекшісіне мол бұрылып бүгіліп, атып тастайын ба антұрғанды деді. Комиссияның бастығы ойланды. Жылқы үшін кісі өлтірдің, шулатудың қажет не? Бүгін құтылса ертең түседі қолға. Жаманаттың бір тиынға керегі жоқ. Пантералар ұйымдасып алса, үкіметке қарсы соғысудан тайынбайды. Олар өзі тұқымы көп, өсімтал халық. Жауынан кейінгі саңырауқұлақтай көбейе береді. Құдай басқа бермесін, көбейіп кетсе, қоныс аударғандардың аузындағысын тартып жейді. Ішкі Ресейден қоныстанушылар көп болса, ешкімге есесін жібермейді. Бар дәулет солардың қолына көшеді. Саны аз ел бірте-бірте құрып бітеді. Бар байлық көп халықтың қолына өтеді. Азшылық өз-өзінен неғысады.
Одан не табасың? Шіленістіргеннен басқа, деді ол балықтың көзіндей түссіз көзін қадап. Жылқы да жоқ, бұзақы да жоқ, Қытай асады ол. Қалған жылқы оның қалған ғұмырына жетеді. Рас па, деді сары бірдеңеден секем алғандай. Имандай шыным. Өкіл ләм деген жоқ, ойланып қалды. Онда қуу керек, у-шусыз. Мұнда екеуміздің басқалары бар. Менің айтқаным сол ғой. Сіздің жайбарақаттығыңызға түсінбей тұр едім. Мұндай бүлік шығарғанды ешкім кешірмейді. Ол сойқан оңайлықпен қолға түспейді. Мылтықты қолға түсірді. Ол өте мерген. Ұшып бара жатқан құсты атып түсіреді. Екі қолымен бірдей атады. Оның бір өзі 10 шақты кісіні жайғайды. Ол ат құлағында ойнайды. Кәдімгі оқтай бәйгеге шапқан аттың бауырына түсіп қайтадан ерге қону оған түк емес. Орамал шетіне күміс тиіп жерге тастаса, ат үстінде құйындатып бара жатып жерде күмісті іліп әкетеді. Ол басын шайқады. Онда қолға түсіреміз. Ол жалғыз, біз көп, жан-жақтан қоршаймыз. Сары Иванның көзі жылт ете қалды. Бұл мемлекеттік мәні бар іс тездетті. Сонша жылқымен алысқа кете алмайды. Сары Иван ләмдемеді. Сары Иваны балалар үйінде өскен қазақтың жетімегі. Ана тілін білмегендіктен қазақтар оны Сары Иван дейді. Кейін шегінгендер енді ғана жеткен топ олардың қасына жақындады. Біреуінің көзінің алды шекесі қанталаған, жейдесін жыртып, басын таңған. Шүберектен алақандай қан өтіп, екінші жігіт қолын таңып мойнына асқан. Екеуі басынан аяғына дейін шолып өткен Болғанбайдың ашуланғаны сонша сөйлей алмай кекештеніп, шеге тамырлары білеуленіп, мойны күжірейіп, беті қызарып кетті. Сендерді ұл таптым, деді-ау шешелерің. Сорлар, өңкең көпшірігей. Бәрің жиналып бір кісіге әлің жетпеді. Әуелі келісіп алайық, деді өкіл. Ол оңайлықпен қолға түспейді, ойрандарында шығарып кете барған. Бұл кісі дұрыс айтады, деді көп ішінен біреу. Оған күшіміз жете ме? Астындағы аты да аға жөнеледі жай оғындай. Арыстанша айбат шегіп ұмтылғанда зәрең зәр түбіне жетеді. Сандалма, деп шаңқ етті Болғанбай. Алдын ораймыз. Үш жағынан қоршаймыз, деген Сары Иван атының басын бұрды. Жарды айналып суға қарай төнді. Лап қойған салт аттылар өзенге түсті. Көрсетеміз деп біреуі қоқиланды. Аттар мықты Болғанбаймен өкіл тізесіне дейін суға малынып жиекке жетті. Аты осалдары шұрқырасып айқайлап, айдаһардай долы өзен төмен жаққа біраз жерге ағызып барып, жағаға өкіреңдеп шықты әйтеуір. Құрман атыса төбесінен оқты зуылдатып, қорқытыңдар, иманын айтсын, деп қойды ГПУ-дың бастығы. Оның сөзіне желіккен Сарыүрпек балапандай біреу, мы покажем, где раки зимуют, деп лепірді. Өзеннен шыққан есірген салт аттылар жылқының атынан шулап шаба жөнелген. Қалың жыныстан тік беткейге шыққан жылқышы қуғыншыларды көз ұшынан көрді. Қалайда жылқыларды құдай көрмеске жеткізу керек. Құдай көрместің үңгіріне 1000 жылқы сияды. Әттең соған бір жетсе, әрі қарай хан тәңірі. Құдай соған бір жеткізсе, қаны судай төгілмес еді. Өлімнен құтылсын жануарлар, жабайы болып кетсе де оққа ұшпасын. Ел басына қатер төнсе, қатты ашықса тау болар, Қазекем біледі. Оққа ұшып арам қатқанша, босқындарға мінсе ат, жесе тамақ. Қиқуланған жылқышы қалың жылқыны дүркіретіп қуып келеді. Аюлының байгөкті ойнақтатқан Құрман аюлының жотасына шықты. Артында қоюшың будақтап қалып жатты. Мұрын таста айналып көрінбей кетті. Қуғыншылар жылқыдан көз жасып қалды. Ех ты козел, как волк, деді бір күйіп пісіп. Оны қолға тірі түсіріңдер, жон терісінен таспа тілем, деген Болғанбайдың дауысы шықты. Құрман құдай көрмеске жақындады. Құдай көрместі көп ешкім біле бермейді. Қарама қарсы тау етегін аса өзен бөліп жатыр. Оң жағындағы тау өзеннен басталады. Тік, заңғар, тұзды тау. Тұстан өзге адам шыға алмайды. Оның қарсысында суға төнген тік биік жардың астында ақжалданып буырқанған аса өзен ағады. Жардың түбінде 1000 жылқы сиятын үңгір бар. Оны құдай көрмес деп атайды. Үңгірдің үсті тік жарқабақ, ит мұрны өтпейтін қалың ну орман, ат бауырына жететін желкілдеген көк шалғын, жабай алма, өрік, алмұрт, алуан түрлі жеміс өседі. Құдай көрместі құндақбай мен жыланбас, некен саяқ, көнекөз қариялар мен аңшылар ғана біледі. Өзгелер таппайды. Құдай көрмеске жету үшін біраз жерге дейін өзеннің ағысына қарсы су кешіп барып жетеді. Құрман жылқыларын құдай көрмеске жасырып үлгерген. Содан кейін жылқышы малына аз қарап тұрды да, қош Қамбарата, оққа ұшсам ұшармын, өлмесем оралармын. Қазекемнің қолқанаты бол, деді жадырап. Құдай көрместен шығып, етекке түсті де зәулім еменің түбіне жетіп, аттан түсіп, өзен жаққа көз салғанда су жағасындағы үйрілген салт аттыларды көрді. Қуғыншы жеткен екен. Жылқының ізі суға жетіп, жоғалғанына таңырқайды. Құдай көрмес. Мықты болсаң, құдай көрместі тауып көр. Иығын қомдап,
бір көтеріліп қалды. 4-5 күн бұрын жылқышылардың қасына Раджыбай пен Болғанбай басқарған бір топ мылтықты кісілер суыт келген. Олардың түсі ызғарлы, жылқышылармен жылы сөйлеспеді. Жүздері сұсты. Сол күні малдың бас аяғын жиғызып, жылқыны санады да, малды алыс өріске шығармаңдар. Бір қыл құйрық маңқа дертіне шалдықса, 1000 жылқыға жұғады, одан адамға жұғады. Қашқындардың қолына түссе, өзімізге қарсы оқ атады. Байларды жер аудардық, жылқысын атып тастау керек. 2-3 күнде жылқыны жоятын кісілер жібереміз деген. Болғанбайдың сөзін естіген жылқышылар күңіреніп кетті. Жер ошақтағы асқан, етке қарамаған топ адам тегенеге қопарған қымызды да ішпеді. Шөлдедіңіздер ғой, тым болмаса бір-бір тостаған қымыз ішіңіздер деген Құрманның жұбайына жоқ, бізге шөге жарамайды деп тіл қатты, түсін суытқан біреуі. Келер күні Раджыбай пен Болғанбай келді. Олардың да мақсаты жылқыны қыру. Басшылар кеткеннен кейін жылқышылар жиналып өзара ақылдасады. Мыналардың ісі зиянкестік жануарлар, не жазығы бар сонша өштесетін. Қия жолға айда дей ма? Иә, биіктен құлатады. Атасынан нәлет. Қазақтың жылқысын құртып, сонан соң өзіне ауыз салмақ. Қырсық шалды десеңізші. Апырмай, мынау не сұмдық. Масқара, молданы мешіттің алдында атып кеткен. Не дейді? Жылқының қанын төгуге жарамайды. Құдай алдында күнәға батпаңдар. Сен байлардың оң көзсің, оларды жылқысының тұқымын құрту керек. Сенің таудағы бандылармен байланысың бар. Байлардың аттарын сақтау, жаңа үкіметке қарсы шығу, үкіметтің жауысын дейді. Бір жұма өткен соң апақ-сапақта мешіттің ауласында тұрған екінші молданы белгісіз біреу атып кетеді. Молданы өлтірткенде солар. Бүгін жылқы, ертең өзіңе де тықыр таянар деді жылтыр бет мұртты біреуі. Құлыншағынан өсірген жануарларды қалай құтқарамыз бұл апаттан? Бұл бір қаны-пезердің қастандығы. Қалай көз қияды өлтіруге? Жазғы ми қайнататын ысыда, қысқы сары аязда тер төгіп өсірген өзіміз емес пе? Ертең ату басталғанда шұбырған жылқының алды қылтаға жеткенде, соңын сай табандағы жазықта қалдырамыз. Бұған қалай қарайсыңдар, деді Құрман. Жылқышылар төмен қарап ұнжырғасы түсіп отырды. Құрман олардың назарын өзіне аудармақ болып, неге үндемейсіңдер жігіттер, деді. Ол достарына көз тастап. Иіндерің түспесін, мынау жусап жатқан көп жылқы елдің дәулеті, заманның сиқы жаман, жұт басталғалы тұр. Елдің үйін тінтіп, барын тартып әкетті, малын орталыққа өткізді. Ертең қиын қыстау күн туса, ел не болады? Осындағы 5-6 жылқышының амандығы кімге туға? 1000-нан аса жылқыны қайда сыйғызамыз, деді. Етігінің қонышын 2 бүктеген қамшысын сабымен қағып қойған мұртты. Жылқының біразын тауға жасырсақ, молданың жолын құшармыз. Іс насырға шапса, ешкім аямайды. Бала-шағамыз бар, өзімізді қойшы. Балалар бар. Шұбырып жатқан ізімізге түссе, тескен тау айдатады. Тігерге тұяқ қалдырмай жылқыны қырамыз деген кешелердің қайрым күтпе, деді қиық көз ақсары жігіт. Біздің мұнымызды біреулер біліп қалса, маңдайдан сипамайды. Оның жүзіне барлай қарап қалған қара жігіт, онша малдың қанын судай ағызу, ол жүзі тотыққан егде адамға көз тоқтатып, бұлардың мұнысы Құдайға да адамға да жөн емес, деді, түнеріп қалды. Қайран жануарлар, деді, толқи тіл қатқан қиық көз сары. Егер малды шын қырғынға ұшыратса, ондай әкімнің әкесінің аузы. Ұйқы телді жау шапты, деді. Жыламсырап, не істейміз? Бір амалын таба алып, малға да адамға да маза жоқ. Біз баққан жылқыдан маңқа шықты ма, деді. Қайдағы маңқа, сандырақ. Бәрін құтқару қиын, біразын сақтап қалған жөн. Ататын арнаулы адам жібереміз, терең шатқал құлағын, жылқылардың өлексесін көміп тастаймыз, депті. Төбе шашың тік тұратын сұмдық екен. Қыл құйрықтыны ата берсе, жер бетінде жылқы қала ма? Қалмайды. Бұл бүкіл бір халыққа жасалған қастандық. Ел басына қатер төнгені айдан анық, деді Құрман. Ал не дейсіңдер, жігіттер? Қылта соқпаққа айда дей ма? Тауға шығармай-ақ ойда атса жарамай ма, деп мұртты таңырқап басын шайқап қойды. Бәрібір емес пе? Өлтіретін болған соң қайдағы сұмдықты шығарады. Мейлі, Раджыбай пен Болғанбай сойқанның ойлап тапқаны. Сонымен қандай қорытындыға келдік деген Құрман жылқышыларды өзіне қаратып алды. Жылқыларды жалғыз аяқ соқпақпен қылтаға қарай айдағанда, жылқы ататын топтың да Болғанбайдың да назары құз жаққа ауады. Қия сүрлеумен сайға түсудің өзі оларға оңай соқпайды. Бұл сөзді естігендер жамырай, жөн деп, оның сөзін қостады. Рас, тастан ұшып кетемі деп иман ұшады. Қиялап төмен түскенге зәресі ұшар. Ердің басынан тас қып ұстап алады. Салт атпен тауда жүрмеген тоғышар, деп күліп алды. Сонда енді біраз малды қалай сақтап қаламыз?
біліп қойып төбемізден жай түсірмесе деген шоқша сақал егде адам өзінің қаупін сездірген еді. Жыл сайын құбылатын дүние ғой. Жылқының көбін ойда қалдыралық, ешқайда жібермей қайырып тұрамыз. Құрманның сөзіне жылқышылар елең ете қалды. Содан кейін деді біреу, қырқадан асқан соң көз жазады. Келімсектері атуды бастағанда сайдағы жылқыны бөліп айдап әкету қолдарына келмей, жалтақтасаңдар жылқыны қайырған болып, сайға түсемін де Құдай көрмеске қарай бетін бұрамын. Олар тау басынан ойға түскенше ет асым уақыт өтеді. Оған дейін алдыма салған жылқы межелі жерге жетіп қалады. Ел тыныштық болып, жануарлар атылмаса қосылар үйірлеріне. Қырып салса тұқым болар. Ал егер жаман айтпай жақсы жоқ мені мерт етсе, Құдай көрмес жақтан іздеңдер жылқыны. Жылқышылар ақылдасып келіп осыған тоқтаған еді. Жылқыны іздеушілерге айтатын жауаптары да әзір. Жылқышылар құрман айдап кеткен жылқыларды іздеген болып шығады. Сонан соң құрман мен жолған жылқылар атышулы Құндақбайдың қолына түсіп кеткен біреулер көріп қалыпты. Дүркіреген көп жылқы Қорғас өзенінен өтіп Қытай асып кетті деген болжам айтылмақшы. Құндақбай банд емес, құтқарушы, қиналған елі ар жаққа өткізуші. Талайды түрмеден аштықтан сақтады. Иә, азамат ол. Енді ол жартастың көлеңкесіне тұрып, ат жалына жабысып, тағы да төңірекке құлақ тұтты. Көзге түртсе көргісіз түн, оқыс қалың шөптің сылдыры тәрізді сыбыс естілгендей болды. Атын тұсап өзі келе жатқан біреу ме, әлде қарсақ па, түлкі ме, бірақ ол адамға жуымайды ғой, әлде өзін аңдыған қуғыншының бірі ме. Ізін жасыру үшін мынау жылқыларды басқа жаққа айдап тастаған жөн еді. Енді таппады, Құдай көрместің жолын жылқышы шалдан басқа ешкім білмейді. Қалың жыныс, аспанға қарасаң бөркің түсетін заңғар таулар, зәулім жартастар. Жанкештілер мынау байқұстарды көрсе, атып тастаудан тайынбайды. Жануарларды жан баспаған шатқалға апарып тастайды. Мейлі, күндердің күнде жабайы болып кетер. Әйтеуір тірі қалса болды. Айдаһардай ашаршылық жетсе, өзегі талғандар жүрек жалғар. Жұрт басына ауыр заман туды. Жылқышылар малды тауып алар. 400 бас жылқыны Құдай көрмеске тыққаны көрім болды. Достары әуелі қорқақтап келіспеді. Қарсылық білдірген шал ер тоқымын бауырына алып тулата келіп. Қайтсын, қартайғандай чекенге айдалу тозақтан да қиын. Келешек өркендер, сәбилер, қатын-қалаштар қырылып кетсе, ұрпақ өспейді дегеннен кейін мәмілеге келді. Пейілі кең далада аңқылдаған ақ көңіл аңғал жандар түсінді. Оларда ұсақ, бақа есеп біреуді арандату жоқ. Ойындақсын бүкпей айтып салады, садаған кетейін, аңғал қалқымай. Осыннан қаншама жапа шектің, Алпысбайдан хабар үзілді. Ай жаным-ай, ит арқасы қияннан оқу іздемей-ақ, атам қазақ, араб, парсы, түркі тіліндегі кітапты судырата оқып жаза білетін. Кісі елінде сұлтан болғанша өз елінде ұлтан бол деп, осы жақтан оқып-ақ, жар сүйіп, балалы болып өмір кешуге болатын еді ғой. Ел жұртты сағынып, өмірің өксімесе жарар. Мәскеуде Жұлдыз атты жаннан жақсы көретін қызы бар, мырза жігіттің денген жеңгесі. Ол көрген азапты Алпыс көрмесе екен. Болған байдай қатыгезді Құдай оған ұшыратпасын. Күні түні жылқы соңында жұбайына да көңіл аудармады. Адам өзі ұнатқан қара кетінен рахат табады. Бабаларының қастерлеген жылқысын сақтай ала ма? Амал не, олай ету құрманның қолынан келуі екіталай. Соңғы кезде зайыбы біртүрлі жүдеп кетті. 10 жыл бұрын беті аппақ, тұнық қара көздерінде қуаныш оты маздаған. Жарқырап күліп сөйлейтін көңілді еді. Көз алдында ақсұр, ашаң, жанарына мұң ұялаған ойлы әйелі. Бұрынғы бұралып алдынан шығып, атын мамағашқа байлайтын, не аттандырып соңынан қарап тұратын. Майысқан мінезі жұмсақ, шырайлы келіншек емес. Соңғы жылы біртүрлі өзгеріп кеткен. Неге олай? Шындығында жұбайы нашар емес, шыққан тегі де жақсы. Ердің атын әйел шығарады деп, дастарханы мол қонақжай. Үйі қашанда мұнтаздай таза. Құдай қаласа екі жеткіншегі де әдепті болып өсіп келеді. Үй шаруасы түгелдей соның мойнында. Күні түні мал соңында салпақтап, жарға деген жылу, оған көңіл бөлу азайған шығар. Үй шаруасы, бала тәрбиесі оңай ма? Адам қашанда қамқорлықты, әйел затына деген аяушылықты бір уақыт жақсы сөз айтып еркелетуді күтеді. Әйел адам гүлге ұқсас, аязда үсейді, аптап ысы да солады. Жаным, қажып жүрсің бе? Бәрі де қалпына келер, бас аман болсын. Құдай қаласа қос құлынымыз өсіп қалды. Қабақ шытпашы демепті. Мәпелеп қадірлеуге татитын жар. Тур айтқан туысына жақпайды деп, ауданның әкімдерімен керілдесіп жүйкесіне тигенім дұрыс емес. Бет жүзіне қарамай ойдағын ақтара салып, үйде уайымдағаны не? Раджыбаев
сөз таластырған күні Құрманның өңі өрт сөндіргендей түтігіп оралды үйіне. Тұнжыраған ері босағадан аттағанда әйелі қабағын көрпесін жия салып оған қарай бет алды. Өзіңіз біртүрлі сырғаттағаны саумысыз деп есі шықты. Жоға деп ол Әсияны жотасынан сипай құшақтады. Юнус Юрамен келіспей қалдым. Жайлауға болғанбаймен келген. Уақыт қиын боп тұр ғой. Соларды жеңем дейсіз бе? Қазір заман солай боп барады. Апырау, есі дұрыс адам малды қырамын деймі? Әбден жүдеп кеттіңіз. Өзіңізді ойласаңызшы, адамдар бірін-бірі аямайды. Қысқа өмірді 40 сатта жатады, қасқыр сияқты. Өмір күннен күнге қиындап барады. Енді өзіңізді, мына бізді ая деп, жұбайының сырт киімін шешкізіп, қамшысын алып кергеннің басына іліп қойды. Құрман үндемеді, зайыбының бетіне қараған еді. Оның мойылдай көздерінде мұңы ұялаған. Ет жылтайын ба деді әйелі ақырын ғана. Жылтпай-ақ қой, шаршап жүрсің ғой. Неге шаршаймын деп күліп қойды ерінің қолына су құйып, сүлгі ұсынып. Балаларыңыз жас, кімнің ойындағысы орындалып жатыр. Өзіңізді қинай бермей қойсаңызшы. Денсаулықтан айырылып қалып жүрмеңіз. Көппен кірген ұлы той дейді. Ел жұрт аман болсын. Дұрыс қойдым, сенікі жөн. Өзің берірек отыршы, үріккен тайдай қашқақтамай. Әйелі жақындады. Құрман арқасына сұлай түскен білектей қос бұрымын алақанымен сипап, төсек салшы деді. Балалар ұйықтады ма деген ол қос бөбегіне қарады. Бетін сүйекпен мүйіздеген ағаш керуетте екі бала тәтті ұйқы құшағына енген еді. Босаға жақтағы кебеже үстіндегі аспалы шамдалып, бөбектерінің қасына қалай барғанын өзі де байқамады. Оятып алмаңыз деді жұбайы. Тұлымшағы желбіреген екі перзенті ұйқы құшағында. Иілген әке еңкейіп барып қос қолын маңдайынан ақырын ғана иіскеді. Төрге төсекте салынды. Олар жастыққа басы тигеннен кейін жұбайы оның әулетті қолының қарына басын салып бауырына кіре түсті. Ері оны ары қарай құшақтап өзіне тартты. Жас әйелдің қолаңшасының иісі келді. Әйелі оның төсіне бетін басып бауырына тығыла түсті де алақанымен күйеуінің жауырына сипады. Осы шақта ат бауырына жеткен қалың шөптің басын билетіп, сыбдырлатып өте шыққан түлкінің күшігі төбежіктің үстіне барып шоқиып отырған. Айдың сүттей жарығымен анық көрінді. Оған қызыға қараған жылқышы, әй бар болғыр баламысың деген, қорықпайды өзі деп қызыға қарап қалған. Жылқышының әдетімен ол жан-жаққа көз тастады. Кенет таяудағы тұмсығы жақтан дүрсілдеген ат тұяғының дүбірі естілгендей болды. Ол төңірекке құлақ түрді. Дүбірдің қай жақтан шыққан аңғарғанша қозғалмады. Тұяқ дүбірі күшейіп жақындай түскендей сезінді. Сөйткенше тұмсықтың қалқасын салт атты топ көрініс берді. Айналдырған сырғат алмай қоймайды деді таялды зауал. Кегін емес, қуғыншы бұғынып келіп жылқыларды атпақшы. Ау иттер-ай! Осы сәтте оң берден біреулердің көлеңкесі көрінді де жер бауырлап жата қалды. Күбір-сыбыр дауыс естілді. Қарауытқан қалың бұташынан еңбектеген тағы біреудің сұлбасы көрінді де мылтық дауыс естілді. Жабайылып жүрген күрең айғыр мен боз биенің үстінен ысқырған оқ зулап өте шыққанда бар даусымен арқырай кісінеген күрең алдыңғы екі аяғын көкке көтеріп барып тоқтады. Осы шақта Құрманның тыныс алышы жиіліп, жүрегі лобыды. Ол мойнынан асынған мылтығын жұлып ала бергенде, оның қимылын қалт жібермей бұғынып бақылаған қуғыншының бір ат бауырынан асқан қалың шөпке сүңгіп кетті де, екінші шөмеледей қойтастың түбіндегі тораңғының астында жермен-жексен болып тығылып жатты. Құрман тұғырдағы қырандай, иен қомдап көздеріне сайда өрмеліп келе жатқандарға қадап, қияқ мұртын сипап қойды. Төмен жақтан қаптап келеді. Менің қайғым өз басым емес, өзгенің қайғысы. Қазақтың қанын судай шашқызып, жылқысын қырғызып қоймайды. Кімнен жан артық? Мұны көргенше өліп кеткен жөн еді. Құтқармайды, мейлі. Жұмыр басты пендеге бір өлім деді ішінен. Ол ат басын жылқыларға жалт бұрды. Құрман боз айғырдың үйіріне жеткенде төбеде қылаң айғыр аяғын созып сұлап жатты. Құрманды көргенде көздері жалт-жұлт етіп бір қарады да жан даусымен кісінеп барып тына қалды. Ел жайлаудан қайтқанда көп жылқының алдында қылаулап келе жатқан жарықтық жылқышы боздың қиналғанын көргенде жүрегі ине сұққандай шаншып өтті. Шайқалып барып, екі бүктеліп барып, құнанды ердің басынан ұстап, сәл қимылсыз қалды да бойын тіктеді. Құрман енді ойланып жатпады, жан күйзелді. Ыза мен кектен өзге ой қалмады. Қуғыншылар жеткен күнде қалай айқасары белгісіз. Мақсаты жылқыны сақтау. Ашаршылықтан елді аман алып қалу. Астындағы бәйгөкті қамшымен үстіне төпеп қиқулап, көп жылқыны алдына салып қуып барады. Қалың жылқы ағыны қатты дау өзенде шүйткіп барады. Құрман мойын бұрып артқы жаққа қараған еді, қуғыншылар соңынан
аңдыздап келеді. Құрманың жылқылары өзеннен өткенде апа деп жан айқаймен шұрқыраған баланың дауысы естілді. Жылқышы жалт қарағанда өзен ортасында түйеден құлаған әйел адамды көз шалды. Құлын дауысы құраққа жеткен ашамайдағы ер бала дауысы сенбей апалап шырқырайды. Ананың ағаңдағы кимешегі су бетіне жайыла, біресе суға батып, біресе су бетінде қалқып кете барды. Тағы бір түйе жетектеген әйелдер, мал айдаған ер адамдар өзеннің арғы бетіне жақындап қалғанда, солдаттар оқ жаудырды. Өзен беті қып-қызыл қан. Біраз адам мен малдар оққа ұшты. Аман қалғаны арғы бетке өтті әйтеуір. Ат деді Шукуратов маған. Мен басында шайқадым. Сәби ғой деймін дірілдеп, қимылдауға шама жоқ. Балдырғанды өлтірме деп айқайлап жібергім келеді. Дауысым шықпайды. Үйдегі сол құралпы інім көз алдыма елестеді. Қолымнан қаруым түсіп кеткенін білемін. Сілейіп тұрып қалыппын. Шукуратов бесатарына алып көздегенде, жасқанған нәресте балғын саусақтарымен бетін көлегейлегенде, түлкілер бүркіттей шүйліккен. Шукуратов шүрпені басып қалып бұрқ еткізді. Доп-домалақ баланың ақ жейдесі қанға боялып сөнген шырақтай ақ құмға жантая құлады. Сәби тағы қарадым. Өзен жағасындағы талдар әрлі-берлі теңселіп, тасқындаған өзен ернеуінен асып төгіліп үстімді басып келеді. Ағызып кетеді-ау енді. Бар даусымен айқайлап айдалаға қашыппын. Солдаттар ұстап алып ерге таңып әкеліпті. Қанша уақыт жатқанымды білмеймін, көзді ашсам қамап қойыпты. Осындай сұмдықтың куәсі болдым. Мен жылқышыдан есікпей төрде жерде жаттым. Қолым көтерілмеді, ұмтылғанмен ол да маған тимеді. Байсалды ойлы жігіт екен. Әкем айтатын, кісі өлтіргенді Құдай кешірмейді деп, іздедік таппадық деп баралық. Ұқтың ба? Ұқтым, құрсын, кісі өлтіріп не керек? Дұрыс айтасың, жаратқан кешірмейді. Алла сақтасын, төгілген қан жібермейді. Бейкүнә сәби кейде түсіме кіреді. Иығы қушиып, мөлиіп тілсіз қарайды. Періште пәк сәбидің қасық қанын қимады. Баланың бақырайған, үрейлі көздері бүгінгідей көз алдында. Неткен қатыгездік, осындайды болады. Болғаны ғой. Бұл кезде жылқыларын жау тигендей алдына салып қуған құрман алыстап кеткен еді. Қалың шөпті жапырақ қырынан жатқан екеу орындарынан көтеріліп, жар қабақтың астындағы тұсаулы атына қарай беттеді. Ат тұяғының дүбірі тау ішін жаңғыртты. Жылқысын тым тырақай қуған құрман құстай ұшып барады. Тау бөктері де, сай табанда қалың жыныста өзен жағасындағы суға төнген түксиген жартастар да қалып жатыр. Қоңыр салқын тау самалы бетіне өбеді. Өзен жақтан жалбыз иіс аңқиды. Жылқышы Ақай тасқа жете бергенде бүйірден бір топ салт атты шыға келді. Әй, тоқта бөгел, тоқтамасаң атамыз деп жан дауыстар шығып, жамырай айқай салып, көсіле шауып, аттарына үстіне қамшы басты. Қиқулаған құрман жылқысын айдап жұлдыздай ағып ұзай бергенде, кенет қарсы алтан тағы бір 15-тей қараңдатқан аттылар бұған қарай беттеп келеді. Кім болды екен? Қуғыншылар екіге бөлінген деп қынжылды. Болғанбай мен комиссияның оның орынбасары. Күтпеген жерден бүйірдегі жабайы өрік алма ағаштың арасынан шыға келді. Шукуратов бұрылып, көп жылқы қайда деп сұраған еді. Болғанбай не айтарға білмей дағдарып қалған. Айт, қырғыз, жылқышылар жердің тесігіне түсіп кетті ме? Айт. Білмеймін жолдас, біле алмадым деген оның дауысы жасқаншақ шықты. Бұл жабайының да айласы бар. КПУ-дың бастығы ойланып қалды. Аттарды табу үшін Коникті қолға түсіру керек деп шіренді де өзімен бірге жүргендерге бұрылып, Коникті қоңдар, алдындағы аттарды атындар деп бұйырды. Қуғыншылар ат басын қоя беріп, құйындатып келе жатты. Жылқыны алдына салып ағызып бара жатқан құрман артына мойын бұрып қараған сәтте бытырай шапқылаған салт аттылар төніп келе жатқан еді. Арындаған қуғыншылардың алды жылқышыға жақындап қалды. Кенет оқ атылды. Күрең айғырдың екі тізесі бүгіліп кетіп, ақиланған көздері құрманға қарады да омақаса құлады. Оны көргенде жылқышының көздері шарасына шыға жалт қарады да шыдай алмай бетін бұрып кетті. Сөйткенше алдыңғы шептегі Болғанбайды таныды. Жылқышы оған жақындап қалды. Атын омыраулатқан ол Болғанбай деді айбаттана. Күркіреген нажағадай жалт етті. Бұйқы телті ойрандап, қанды қырғынды әдейі істедіңдер. Көздері ақшаңдаған бәйгөгік бар даусымен тауларды жаңғырта кісінеді. Алдыңғы аяқтарын көтеріп, арқырап барып басылды. Киелі жануармай, сезімтал жылқы, Болғанбайдың арамдығын білді. Білді жануар, қуса жетпейді, дұшпан қалдырмайды, құстай ұшады тұлпарым деп ойлады. Болғанбай біліп қой деді қаһарлы дауыс. Ертең ашаршылық жайлайды. Еркек емессің бе, ұрпақты сақта, ойла, қазақ шыбынша қырылмасын.
Болғанбайдың санасына бірдеңе жетті ме жетпеді ме кім білсін, тіл байланғандай үнсіз еді. Менің қолымда ма деп міңгірледі. Аздан кейін қыңыр мінезіне басып көрерміз деп шіренгенде құрманды ашу ыза буып өзегі өртене түсті. Болғанбай атын тебініп қамшыны үстіне төпеп қаша жөнелгенде жылқышы тақымына басқан құрығын жұлып алып сермеп қалғанда құрық тура Болғанбайдың мойнына ілікті де тартып қалғанда ат үстіндегі Болғанбай мұрттай ұшты. Туған халқыңа опасыздық жасадың, тау таста сүйретіп өлтірейін деп көздері жасаурап кетті де кенет арам қан жүктемейін деген ой жарқ етті. Құрықты күжірейген мойны шығарып алды. Дүңкиген Болғанбай орнынан есеңгіреп тұрды. Осы шақта солдаттардың артындағы шкуратып өзіне төніп келеді. Қаруын алуға үлгере алмаған қазақ-орыс не кейін не ілгері жүре алмады. Құрман тақымындағы сойылды алмақ боп оңтайлана бергенде қазақ-орыс ат басын жылдам бұрып жалтарып үлгерген. Таң қылаң берді, күн шығыс босамықтанып қалды, жер жүзі ашыла бастады. Өркеш-өркеш тау шыңдары айқындала бастаған мезгіл. Ерін жымқыра тістенген жылқышы қолға түсіп, сендерге қор болғанша деді, өзімен өзі сөйлескендей. Құрманның қанталап қызарған көздері ештеңені көрмейді. Бәйгөктің тізгін босатып ағызып келді де алып жартастан ұшты. Заңғар тау басынан шыңырауға дейін едәуір жер. Алдымен басындағы айыр қалпағы дөңгеленіп ағараңдап ұшып барады. Тайлақ жүнінен тоқылған шекпеннің етегі ақиықтың қанатындай қалықтайды. Бәйгөгек 3-4 рет аударылып төңкеріліп кеткенше Құрман бәйгөгектен тақымын жазбады. Үзеңгіден аяғын шығармады. Торға қонған қырандай нық мығым еді. Бір заматта бәйгөгек терең шатқалдың жап-жасыл қазан шұңқыр түбіне жеткенде сиқыр еткендей дыбыс шықты да шыңырауда ештеңе болмағандай өлі тыныштық орнады. Құрман құлашын жая бәйгөгектен бөлек жатыр. Аялы көздері ашып, жанарында таудың суреті. Бір уақытта көп шуылдақты басқарған Болғанбай да жетті. Шекіл сары беті, қансыз жүзі түнеріңкі. Өңкейген Болғанбай. Құрманға түне түскен, кім білсін, осыншама төгілген қан. Өрімдей боздақтың өмірінің мезгілсіз қиылғаны ойлады ма, әлде өзінің бұл жалғанда кешілмейтін күнәсін сезді ме, кім білсін, әйтеуір біразға дейін тұқырайып тұрып қалды.